Абайдың кезекті көп жерде айтылатын қара сөздердің бірі бұл 7-ші қара сөз. 7-ші қара сөз жалпы адам өмірінің мәні, адамның жануардан айырмашылығы. Жалпы жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады деп басталады қара сөз. Біреуі дейді, ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады дейді. Бұл тәннің құмары. Жалпы кез келген адам дүниеге келген кезде оның ішінде екі мінез болады дейді. Біріншісі ішсем, жесем, ұйықтасам. Екіншісі білсем екен демектік дейді. Мына бірінші ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрғаны бұлар тәннің құмары. Адамның денесінің құмарлығы, ішсем екен, жесем екен, ұйықтасам екен деуі. Білсем екен деу, не көрсе соған талпынып, жалдыр-жұлдыр өткен болса соған қызығып, аузына салып, дәмін татып көру, тамағына бетіне басып қарау, сырнай керней болса даусына ұмтылу, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу өлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге өйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көз көрген құлақ естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмеу дейді. Білсем екен деу, адам туған кезде екінші мінез, кішкентай балаларды мысалға келтіріп отыр. Олар кішкентай уақытында не нәрсе болса да қызығады, ұстап көреді, аузына салып көреді, дауысына елтеді, не бұл, анау не, мынауды деген сияқты олардың сұрақтары өте көп болады дейді. Бұның барлығы жанның құмары дейді енді Абай. Яғни білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген бұл жанның құмары. Енді айтады, дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денделеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол адам жаны болмай хайуанның жаны болады дейді. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгендеп деген сөз біз айналадағы болып жатқан құбылыстарға, оның көрінетіні бар, көрінбейтіні бар, соның барлығын түгелдеп, денелеп деген сөз бөлшектеп болсын, жүйелеп түсінуге тырыспайсақ, түсінбесек онда адамдықтың орны жоқ дейді. Адам соны білу үшін, түсіну үшін, айналасындағы құбылыстарға қанығу үшін де, яғни ақылы болғандығы үшін де адам дейді. Оны білмегеннен кейін адамның жаны емес, хайуанның жаны болып қалады дейді. Сен оларға қызықпайтын болсаң, айналаңдағы құбылыстарға, жалпы неге жүрсің, қайдан келдің, қайда бара жатсың деген сияқты сауалдар сені қызықтырмаса, онда сенің жаның хайуанның жанымен теңеседі дейді. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Негізінде әзелде деген сөз алғашында Құдай тағаланың өзі хайуанның жанынан адамның жанын ірі етіп жаратқан. Хайуаннан көрі адамды биігірек етіп жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқан дейді. Сол қуат жетпеген, меті болмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенді, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын, құмарымызды ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісін тауып сұранып ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз дейді. Біз кішкентай уақытымызда жаңағы жанның құмарын жасаушы едік. Біз сұраушы едік, анау не еді, мынау не еді. Ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, оның барлығы бізге қызық болатын. Не көрсе соған талпынатынбыз, жалдыр-жұлдыр еткен нәрсе болсын, біз оны ұстап көретінбіз, қызығатынбыз, аузымызға салып көретінбіз, дәмін татып көретінбіз, бетімізге басып көретінбіз деген сияқты қызығушылығымыз өте үлкен еді дейді. Енді сол есейген уақытымызда сол құмарлығымыз есімізден шығып кетеді, адамды жаңағы ұйқы, тамақ деген сияқты нәрселерге деген құмарлық басып кетеді. Ержеткен соң сол баяғы өзіміздің қызығушылығымызды, құмарымызды орнын тауып ізденіп, кісін тауып сұранып ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз. Сол кішкентай уақытымыздағы құмарлығымызды неге есейген кезде дұрыс жолға салып, ғылымның жолына неге түспейді екенбіз дейді. Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді, тәнге жанды басыр ұқса керек еді дейді. Дұрысында тәннен жан артық, тәнді жанға басыр ұғызу керек. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, мыналар құстардың аттары. Ұзақтай шулады, қарғадай барқылдадық та, ауылдағы боқтықтан ұзамадық дейді. Демек біз жанның қалауына мән бермедік, жанның тамағын бермедік дейді. Құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек, бұл жанның тамағы еді дейді. Сол кезде біз ойланып, өрісімізді кеңейтіп, өрістетіп, құмарланып жиған қазынамызды көбейтетін болса, жанға тамақ берген болып есептелетін едік. Жан бізді керісінше жас күнімізде билеп жүр екен, ержеткен соң, күшенген соң оған билетпедік дейді. Сөйтіп,
жаңағы ұзақтай шуладық та қарғадай барқылдап жүріп ауылдағы боқтықтан ұзамады. Біздің бар ойлағанымыз тәннің құмары ғана болып қалды дейді. Ұйқыны, күлкіні, тамақты ғана ойлайтын еді. Жанды тәнге бас ұрғыздық, еш нәрсеге көңілмен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік, көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге ақ тойдық, сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің есі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз, біреу ақыл айтса өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз дейді. Жанды тәнге бас ұрғыздық, еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көңілмен деген сөз ар жағын ойламадық дейді. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңілді қоя бер, біз тіпті көріп тұрған нәрсемізге де дұрыс бажайлап, назар аударып қарамаймыз дейді. Көңіл айтып тұрса сенбейміз. Көзбен көрген нәрсеніңде сыртын көргенге ақ тойды. Көзбен көріп тұрған нәрсеміздің де біз сыртына қараймыз да, оның ішіне үңілмейміз. Мынау не үшін екен, неге пайдаланамыз біз оны, бұл қайдан пайда болды, қалай келді деген сияқты сұрақтарға басымызды ауыртпаймыз. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетті дейміз. Білмесе несі бар деп ойлаймыз дейді. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу білу керек деп айтса да оны түсінгіміз келмейді. Егер біреу бізге ақыл айтатын болса, біз оған өз білгенің өзіңе, өз білгенің өзіме дейміз. Не болмаса кісі ақылмен бай болғанша өз ақылмен жарлы бол дейміз де, ол әңгімені жабамыз дейді. Біреудің ақылмен байып кеткенімше, одан да өзімнің ақылмен кедей болып жүре берейін деген ойды айтамыз да тоқтатамыз сол жерде дейді. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ, құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те білмесек те білсек деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Себебі хайуан білмейді, білем деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Бірақ біз білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда өлер тірілерімізді білмей күре тамырымыз адырайтып кетеміз дейді. Мына соңғы абзацқа қараңдар. Көкірегімізде сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ дейді. Біз еш нәрсеге тұрақтамадық, еш нәрсенің мәнін, сырын ұғуға тырыспадық. Сол оны біз көріп тұрған көзбен хайуан мал да көре алады, жануар да көре алады, ода да көз бар дейді. Біз керісінше сол бала күнімізде жақсы болған екенбіз. Мынау не үшін еді, анау не үшін еді деп білсек те білмесек те, біз білсек деген ниетте жүрген адамның баласы едік дейді кішкентай уақытымызда. Енді осы күнге келген уақытта есейген кезімізде біз хайуаннан да жаман болдық, тіпті хайуаннан да төмендеп кеттік дейді. Не үшін хайуаннан да төменбіз? Себебі хайуан білмейді, білем деп таласпайды. Ал адам білмейді, бірақ білмесе де білем деп білімділікке бермей таласқанда өлер тірілерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз дейді. Соңына дейін мен білем деп қысқасы мұнда күре тамырымызды адырайту дегенде бетбақтыққа салыну деген нәрсені айтып тұр. Яғни біз өзіміздің білмейтін нәрсемізді мойындай алмаймыз дейді. Соңына дейін білемін деген нәрсені ұстап тұрамыз. Сол уақытта біз хайуаннан да төмен деңгейге түседі екенбіз дейді.